Ассаламу алейкум. Арман ету мақсетлерді, мақсетлер харекетті, харекет өзгеріслерді, өзгеріслер нәтижені пайда етеді. Хақиқатында да, өміріміз давамында біз харекетте һәм талпыныста жасар екенбіз. Әр бір басқан қадемлеріміз гүзар жолларда мақсетлеріміз қоршауына жеткереді. Демек, бүгінгі көрсетуіміз үшін таңланған қаһарманымыз да өз харекеті һәм талпынысы менен өмір мазмұнын жаратқан инсан. Дослық ордені иесі өнермен Бибісара Құнназарова. Бибісара Құнназарованың өмір жолында басқан ізлеріне сөз етеміз. Көрсетуімізге қош келдіңіз, Бибісара апа. Неке біз арадан жылдар өтіп, біз біраз жолларға барып қалғанымызды өзімізде сезбей қаламыз. Яғни осы екі аралықтағы жол біздің өмір мазмұнымызды жаратқан соқпақлар деп айтатын болсақ, сіздің өмір жолыңыз қай жерлерден басланған? Мен Мойнақ районының Қазалдария ауылында апрель айында 1954 жылы дүнияға келгенмен 1961 жылы 1-ші классқа мектепке қадам қойғанмын. Бұл ауылымызда ортадан Қазалдария каналы өтіп тұратұғын еді. Мен осы каналда шомылған күндерімізді жазда, қыста мұз қатып, ол жерде біздер коньки теуіп, шана айдап, балалығымыз жүдә біздердің қызық өтетұғын еді. Мен еліге шекем осы ауылыма барғым келеді, көргім келеді. Бірнеше уақыт арадан өтсе де елі ауылымды мен сағынамын. Сол дарияның бойында жасағанлықтан Мойнақтан моторлы қайықлар келетұғын еді, үлкен катерлер келетұғын еді. Әттегі өздерімізім сол қайықтың ішінде ескі есіп таяу таянып, дарияның арғы бойы мен бергі бойына шығып, ішіне бір-екі қызды мінгізіп ойнайтұғын едік. Мен әзірім сол күндерді еслесем, бір балалығыма қайтқандай болып, өзімді бір бала сыпатында сезініп кетемін. Әкем Мойнақ районында үлкен катер айдайтұғын еді. Үйімізге бір айына бір мәртебе келіп, және бір 5-6 күн демалып, қайтадан сол жұмысына кететін еді. Біздің ауылда тикар кәсіп, балық аулаушылық, балық тұзлаушылық, сондай менен шұғыланып жүретін едік. Біздер жаз болса, осы қайықпенен пішен орғанды бір қызық көріп өздерімізше балалығымызда біздер су орып, пішенді баулап, үйімізге мал өті қылып әкеліп беруге ата-анамызға кішкене уағымыздан бастап жәрдем бергенбіз. Анаңыз немен шұғылданды? Анам үйде үй бикесі болды, бірақ ол біздерге қарауменен кәдімгі біздерден кейін інішектер, сіңлілеріміз дүнияға келді, соларға қарады, әкемізге қарап отырды, үйімізге қарайтұғын еді, онан соң су көрмек, соны тоқитұғын еді. Бибісара апа, балалығымызды әр біріміз бір сүйкімді елеслерменен еслейміз. Енді сіз балалығыңызды еслегенде қандай бір уақиялар көбірек көз алдыңызға келеді? Бүгінгі күні де сағынып отырсаңыз керек, ақлық, шаулықларыңызға айтып берсеңіз, әлбетте бұл ертектей түйіледі оларға. Бір қандай көз алдыңызда киноленталардай болып өтеді? Жазда ауылымыздың екі бойы ауыл ортасы канал деді, Қазалдария каналы дедім ғой. Сол каналда шомылатұғын едік. Бір күн елі шомылмай, жаңа ең шомылайын деп келатырсақ, бір мотордың үлкен катердің дауысы шығып келатыр, оның ішінде мен әкем айдап келатырыпты. Бір уақытта сол үйіміздің дұрысына келгенде, әкем бір ағашқа жіпті байлаған. Сол жіптің ұшына 5-6 балықты байлап, арқанды былай ширып, лақтырып жіберіп, ол дарияның балықтың салмағыменен ортасына түсті. Мен соны шешініп барып, сол дарияға бағана ағаш қалқып тұрады екен судың бетінде. Сүйреп жағаға дарияға қарап алып шықтым каналдан. Қарасам 5-6 балық ішінде сүген, шабақ, сазан балықлары тыпырлап ойнап атырыпты. Ал мен
оны көтере алмай не кылып атырсам, жәрдем беретиген адам жоқ, бір талай балық. Әкем ол моторды ол жерде тоқтата алмайды, катерін өзінің. Сонан қонсы екі қызда жүгіріп келіп, маған соны апарысып, үйге сөйтіп атырмыз. Жаңағы балықтың шапшығанлары бір ойнап атырғанына жүдә бір әуес етіп қарап атырмыз да, елі бұл қалай қимылдап атыр деп. Сонан ағым моторды зауытқа қойды да үйге келді. Сөйтіп үйге келіп, бағанағы балықларды тазалап, суынды дұзлап, сөйтіп атырып, жаңағыдай деп сорап атырмыз да. Сонан кейін, онда сен, мен теңізге қыдыртаман сені деп айта беретіғын еді да. Онан кейін, мен енді демалысқа шықтың балам, яқшы апараман деп әкемнің моторыменен Арал теңізіне қарап кеткенім бар. Қазір сол уақытлардағы Арал теңіздің гүрпілдеп, ұрып жағаға қарап тұрғанын қорқып тұратын едік. Сондай себебі кең олардың бір сол мотордан мініп қарап тұрған ағымда. Енді әзірге Аралда қарасам бір аянышылдай болып қалды. Сол уақытлар өз алдына екен, бір әр дәуірдің өзінің есте қаларлық бір тарихы болады екен дей жақпан. Дәуіріміздің бір балалығы жүдә қызықлы өтті. Әсіресе сол мектеп партасында жүргенде класста сабақты жүдә жақсы оқитын едім. Біздердің уақытымызда бір пионер галстугы деген қызыл галстук болатығын еді. 5-ші классларда біздерге мен звено деген болатын еді. Мына жеріне кішкене қызыл белгі тағып, оны екеу тағады, отряд вожатый деген болатын еді. Азанда ерте сағат 7-де горын шертіліп, біздерге барлық пионерлер мектепке қарап жүгіріп, бір дізіліп, сапқа кімнің галстугы жақсы тағылған, кімдігі тағылмаған тексеруден өткізетін еді. Галстукларды үтік басып, тегіслеп. Ол уақытта үтігім, мынадай әзірге тоқ үтік жоқ, қадымғы шоқ үтік деген болатын еді. Отының сексеуілдің шоқларын ішіне салып, сол үтікпенен басып, болмаса кітаплардың арасына салып, оның жерқыларын жазып, сөйтіп тағып, кімнің галстугы жақсы тағылған. Соны мектепте үлкен жиналыс етіп мақтап қоятын еді. Енді әрбір инсан сол кішкене балалығынан басылап бір қайсы кәсіп иесі болса екен деген ойларға шүмеді. Яғни бірде ұстаз болғысы келсе, бірде шпакер боламан дейді. Бір әрқилы кәсіплерді ойына келтіріп жүреді. Қайсы бірін таңласам екен деп. Сіз қайсы кәсіп иесі болуды қалегенсіз сол мектеп байтыларында? Мектеп байтында мені мұғалім, қонсы мұғалім бар еді. Сол мұғалім шақырып алып, оқушылар дәптерін тексеруге жәрдем бергізетін еді. Сонан мен қызығушылығым пайда болды. Мен келешекте осы мұғалім апамдай бір өзім мұғалім боламан деп арман ететін едім. Балаларға бір баға қойып жүретұғын, тәртіпке шақыратын сондай мұғалім болсам екен дейтұғын едім. Осы арманларым іске асып, 71-ші жылы 10-шы класты бітіргеннен кейін өзіміздің Қарақалпақ мемлекеттік педагогикалық институтының орыс тілі әдебиет факультетіне оқуға тапсырдым. Һәм сол оқуға сол жылы кіріп кеттім. Оны 75-ші жылы бітіріп, 5-ші курста оқып жүріп тұрмысқа шықтым Шымбай районына. Һәм сол жыллары Шымбайға барып, мен ең бірінші мектепте мұғалімшілікпен басладым. Сізді бүгінгі күні халқымыз өнерімен тұспатында жақсы таниды. Лекін сіз өзіңіз кәсібіңіз бойынша мұғалім екенсіз. Неше жылдар давамында мұғалім болып істедіңіз? Мен енді сол Шымбайда бір 4-5 жыл мұғалім болып мектепте істедім. Онан соң нөмір 9-шы балалар бақшасында басылып болып істедім. Әр түрлі тарауларда істедім. Онан соң біздер Нүкіс қаласына көшіп келдік 86-шы жылы. Оқушылар сарайы деген мекеме бар еді. Сол мекемеде методист болып жұмысқа басылып өттім. Һәм бөлім басылығы болып сол жерде жұмысқа орналастым. Орналасып жүргенімде де мен майда балалар, кішкене балалармен істескен жүде жақсы көретұғын едім. Оларға әр уақыт білім үйреткенде, бір өзлерінің тәртіплі болғаны туралы бір темалар оқытқанды жүде жақсы көретін едім. Сол арманыма жеттім. 2004 жылы 50 жаста көпбалалы ана сипатында мен нәпақаға шықтым. Неше перзентіңіз бар? Менің 8 перзентім бар, 5 ұл, 3 қызым бар. Бақытлы анаман.
көрсетуіміз давамында көпшілік инсанлармен саубетлес болғанымызда мінекей мен басқан ізлер мынандай дәуірлерде өтті деп естілгенде сол балалық уақытларында көбірек минетпенен бәнд болғаны, минетпенен өскенін айтады. Яғни шаңырақта ата-анасы көбірек минетке тәрбиелап өсірген. Мен кемпір апам бір атақлы шебер еді. Сол қарүйдің жаңағы айтқанымдай әрбір шаңырақта біздің ауылда бір қарүй тігілі болады, айрым шаңырақларда екі қарүй тігіледі. Біреуі отау болып тұрады, бұған қонақларды отырғызамыз. Екіншісі қадімгі ата-аналарымыз бала шағаларыменен отыратұғын еді. Сол себеплі шығар жазы менен біздер сол оқудан демалысқа шыққаннан бастап сол өрмекті оқуменен шұғылданатұғын ауыл болдық. Кемпір апам маған 4-ші класста маған көмек бер, жәрдем бер, жіпті домалақла, өздері ұршыққа жіберіп отырады. Оны бір майданда қарасаң қазанға қайнатып бояп отырады. Әмме нәрсені бұл қойдан ешкіден қырқылған жүлден таярлап, осыларды біздерді қасына шақырып, домалақлатып, жіпті біздерді соған үйірсек қылды ма, бәлкім өзімнің қызығушылығым ба. Демалысқа шықсақ болды, біздер сол өрмекті оқып басылайтұғын едік. Ең бәсілеп сол 4-ші, 5-ші класслардан басылып, мен қарүйдің баушыларын кемпір апам құрып береді, біздерге соны тоқтады. Біздер аз-маз ғана уақыт ойнап келейін деп жалынып сорап тұратын едік. Кірттай ойнап келейін деді. Сонда да ойынға уақыт таба алмайсыз. Таба алмаймыз. Және біздердің ойнайтұғынымыз бір теппек, қашарман топ, жаз болса суға шомылу, қыс болса шана айдау, соның менен бәнд боламыз да. Ал енді сол сабақларымызды соның арасында жүріп таярлаймыз. Және кеште сүлгі тігеміз біздер. Сондай бір шеберлікпенен давам ете береміз. Шілтер тоқтады. Ұлымақ бос уақытты еркін балай кетіп қалмағанбыз да, балаларымыз. Демек, Бибісара апа, сол кішкенелігіңізден өнерменен бәнд болған екен. Сіз бүгінгі күні мінекей өнермен болуыңызға да, осы өнерді жалғастыруға да сол уақытта кемпір апаңыздағы өнер сізге текар болған екен, солай ма? Ава, сол кемпір апамның шеберлігінің көбісі маған өткен. Кейінгі сол дәуірде қайтадан Қарақалпақ қарүйі, оның мүллелігі, Қарақалпақ нағыслары қолға алынып, бұл басшы тарапынан бір ітібарға алынып, парманлардың шығуы, сол менен біздер қайтадан осы нәрсеге қайттық. Мен демалыста құрып отырғаннан кейін, ау мен неге бар шеберлігімді халқымның әйел қызларына үйретпеймен, неге отыраман, мен білемен ғой бұны деп, мен өзімді өзім сол затты істеп көрейін. Мен білемен бе бұны, ямаса ұмытып қалдым ба деген менде бір мақсат пайда болып, үйге сол сабақларды әкеліп кейін таярлай басладым. Арадан сөйтіп жүргенде 48 жыл өтіп кетіпті. 48 жылдан кейін демек, сіз сол 48 жыл давамында бұл өнерге қол ұрмадыңыз ба? Үзіліс болды ма арада? Арада үзіліс болып қалды. Олма ятымнанам шығыңқырап баратырып еді. Қайттан келеміз, бұны істейміз деген ой пікірелі жоқ еді. Сіз мұғалімшілік кәсібімен, ұстазлық кәсібімен бәнд болғансыз сол? Бала тәрбиесіменен. Бала тәрбиесіменен. Қожалық жұмыслары қадімге. Сол менен бәнд болғанмын. Солай етіп 2014 жылы мен ұсыны бір көрейін және бір іслеп ядымда мекен, я болмаса ұмыттым бекен. Енді өзімде бір жасқа келіп қалдым ғой деп басылып көріп едім. Маған со тұрысында еле тұрған екен. Басымда со нағыслары, неше сабақтан пайда болатыны, оның қандай етіп таярлауы, сонымен бұны істеп кеттім. Со өздеріміздің Қарақалпақстан өнерменшілік бірлеспесінен адам келіп, апа сіз сондай істейді екенсіз ғой, біздерге ағза болың, сөйтіп дұрыслап істейік бұны, біз сіздей адам таба алмай жүрміз ғой деп маған келді. Сол уақытларында мен оған яқшы деп әуелі үйімде істеп басладым. Үлкен жайымның біреуін бәнтілеп, сол жерде сабақларды біз дүканнан сатып алып, қылалап, баяғыдай ұршықтан иіретуғын, жүннен істейтуғын деген нәрселердің бәрі қалып кетті, оны таярлап үлгере алмаймыз. Қазір таяр әртүрлі реңдегі сабақлар дүканда тұрғаннан кейін соны қылалап әкеп, жасап атырған үйімде басладым. Солай етіп бір 5-6 жыл істедім. 2019 жылы өнермен бірлеспесіне ағза болдым. Өнермендерге деген президентіміздің қарары шығып, бұл өнермендерге бір босаған әмәратлар, тұрған бос жайлар болса берілсін деген фарманға муафық. Бұдан 3 жыл бұрын мен нөмір 41-ші Ақжағыз Макам бұқаралар жиынында
оларға таза имарат салып берілді. Онан соң күні жайы тұрған вақытларында мен сұрап келдім. Оны хакимиет таманынан маған жәрдемлесіп, осы жайды алып берді. Үйімнен берман келгеннен соң, енді және шәкіртлерді көбейтсем деген ниетпенен бұс отырған аял қызларға, өзімнің қызларыма, келінлерім, қызларым, ақылық қызларым, әттегі сол басқа да өзімнің танысларым, сіңлілерім бәрі осыны тоқуға үйрете басладым. Әзір біраз істеп, осы шәкіртлердің көбісі өздері істеп атырыпты. Енді міне жаңа сіздің сөзіңізден аңладым. Сол мектеп байтыларыңызда Бибісара апа сабақ таярлап болғаннан кейін түніменен сүлгілерге нағыз тоқитұғын едік деп атырсыз, Енді ол сүлгілерді нағыз тоқығаннан кейін не қыласыз? Оларды сатасыз ба, қайқа пайдаланасыз? Ол уақытларда сатады деген жоқ. Оны қадімгі біздер әзір дүканнан таяр сүлгі алып бетлеріміз тұрып жүрген болсақ, ол соған тігіледі. Біздің әзір осы жерде де сол 68 жыл нағысын тіккен сүлгімен бір сүлгі естелікке екеуі қалған. Әзір сол жерде бар. Соны міне әзір қарасаңыз, әнерде 68 жылғы деп жазып та қойыппан соған. Қане рұқсат болса көрсек бола ма? Болады, көрсеңіз. 1968 жылы 7-ші 8-ші классқа өтер уақыттағы дем алыста кеште болса дәрхал сүлгі тоқимыз, күндіз болса құр тоқимыз. Міне соның бірі гуасы, мен міне сүлгіні екі қораздың суретін салып, 68 жыл ұсын тоқығаман. Менің балалығымнан бір гуа. Әттегі әзірім тоқығым келіп кетіп тұрады да, осындай нағысларды сүлгілерді да, әзірім өзім тоқығым келіп кетіп тұрады. Бұл бір балалыққа гуа болғаннан бір сүлгім сақланып келген. Бұл сүлгіні метрлеп алып дүканнан ақ сүлгіні өздеріміз сызып, нағыз қылып тоқитын едік. Бұның ақ жеріне әке шешемізге бетіңді сыпыр тіккен сүлгі деп беретін едік. Сондай сүлгілер әзірем бар ғой, бірақ ешкім бұны алып бір нағыз тігейін демейді ғой, еш депті. Сол дәуірлерде үрдіс болғанда, Сол дәуірдің гуасы ғой, енді осы 68 жылы сол сүлгіні тігіп. Сіз үшін қандай қадірдан бұйым бұл есапланады? Сондай, ата-анаңыз жүзін сыпырған болса бұл сүлгілерге? Әпуайы бір сүлгі болған менен, бұның бір тарихы өз алдына өзгеше да мен үшін бір қымбатлы заттай болып тойлар. Бірақ енді тозып келатырыпты, көнеріп. Бірақ еледі Құда қаласа сақлайма бұны. Демек, мінеке 60 жылға шамалас уақыт болыпты, апа. Сақлап атырғаңызда. Сандықтың түбіне қойып сақлаған болсаңыз керек? Сол сандықтың түбіне қойып сақлағанман өзіменен бірге, бірақ өнермет болғаннан кейін өз алдыма соны шығарып, менің де бұл өнерім ғой деп әкеліп қойыппан бұл жерге. Енді бүгінгі күнде осындай нәрселерді дауам етіп отырған шәкіртлеріңіз, ақылықларыңыз, әттегі шаулықларға да үйретіп отырған шығарсыз. Енді бұны әзіргі ақылықлары еле сүлгі тігіп басылған жоқтар, мынадай өнерлерді істеп кетті. Олар бірақ енді ойымда бар болып тұрыпты, әкеліп те қойыппан, үйге метрлеп сүлгіні, соларға да ұсыны үйретемін. Әрбір инсан өмірі давамында бір тегіс болмайды өміріндегі жоллары. Яғни сіз мінеке осындай бүгінгі күндегідей бір бақытлы тұрмысқа, жетіскенлікке, табысқа, өзіңіз ойлағаңыздай өмірге жетісу үшін не нәрселер сізді таптап барды деп ойлайсыз? Енді өмірде қиыншылықсыз еш уақыт өмір рауажланбайды, қарама қарсылықсыз еш нәрсе болмайды. Қожалықта бір жақсы бақытлы өмір сүріп жатырғанда қожалықта қайтыс болып дүниядан өтті 2000 жылы. Әзір 25 жыл болды. Мен сөйтіп бағанағы айтқан 8 перзентпенен отырдым сол уақытларында. Және бұлардан тысқары менің көрпеше құрайды дегенім өнерім бар еді. Мен сол көрпешені жұмыста істеп жүрбем. Түніменен көрпешені құрап, азандап базарға апарып, оны сатып балаларыма нампылы қылған күнлерім болды. Енді
Бұл нәрсенің бәрі артта қалып, Құдайға шүкір, әзір сол перзентлерім менен бақытылман, келінлерім бар, бірнеше сол балаларым айтқанымнан шықпай, қарама-қарсы пікірлер болмай, мен өзімнің бір бақытлы ана екенімді халыққа үлгі болайын, перзентлерімді жақсы тәрбиелайын, кім Бибісара апаның балаларындай болсын, қызларындай болсын деп мені сол пікірлер итермелеп, әзір жақсы болып, балаларым, қызларым әммесіменен бір керекте бір бақытлы анаман. Халқымызда сондай бір гап бар, Бибісара апа. Минетпенен табылған нанның мазасы өзгеше дейді. Сіз бұған қандай пікірдесіз? Расында да бұл минет етсең еш уақыт минет жерде қалмайды. Халықтың бұл айтқан сөзі біздерге дәлел бола алады. Сол нәпақаға шығып болып отырып қалмай, өнерімді басладым деп жатырмын. Міне сол өнерменен әзір бір жағынан наным қалыңыған болса, қазаным жақсы қайнаған болса, енді абыройым оннан да бетер артып жатырыпты. Міне өнерменшілікте әзір 100-ден астам шәкірттерді оқытып шығарғанман, көбісі істеп жатырыпты. Міне мүрбет үйлеріне барып оқытқанман, олар үйреткенмен, әзір олар да істеп жатырыпты. Міне халықтың алғысына миясар болып жүрмен деп мақтана аламан. Өткен жылынан басылап, осы мақандағы бос отырған 5 аял қызды жұмысқа тартып, оларменен бірге істесіп жатырман. Мен ойлайман, келешекте және елде шәкіртлердің санын көбейтемен, өз алдыма бір ашып қойған іспілерменлік соны елде рауажландыраман. Әйел қызларды бос отырғызбай жұмысқа итермелеймен деген ниетлерім бар. Демек, міне осы нәтижелердің әмесін сіз минетімнің жемісі деп білесіз. Солай ма? Ава, сол өнерлінің қолы гүл дейді, өнерлі еш жақта қор болмайды дейді. Міне сол өнерімнің арқасында елге, халыққа танылып, бір кімсең Бибісара апа, қар үйдің баужыларын тоқитын апа келе атырыпты деп алдымызды кесіп өтпейтін уақытлар болған. Соның өзі мақтаныш сізге? Соның өзі мен үшін үлкен мақтаныш. Бүгінгі күні халқымыз сол миллилігімізге біраз қайтты деп айта аламыз. Яғни біздің милли дәстүрлеріміз, үрп-әдет дәстүрлеріміз, сонымен бірге милли қадіриятlarımыз әммесі бүгінгі күні біздің арамызда бірге жасап жатырды. Әрбір шаңарақта, яғни миллилік нәпесін сезінеміз. Әлбетте бұл да сізде өнерменділерді рухландырса керек. Әрбір адамлардың қар үй тігіп жатырғаны, мекемелердің, айрым қожалықлардың қар үй тіккені мені жүдә қуандырып тұрды. Әсіресе биыл сол өзімім ішінде болған Гиннес рекордтар кітабына кіріп дүнияға белгілі болып жатырғаны мен үшін бір мақтаныш деп білемін. Әрбір Қарақалпақ халқының мақтанышы деп білемін бұны. Сонымен бірге сіздің ісіміңіз тарихта қалып жатыр, Бибісара апа. Яғни Ажинияз милли фильмінде де сіз өнеріңізбенен суретке түскенсіз, солай ма? Ажинияз шайырдың 200 жылдығына арналып Қарақалпақ фильмі шөлкемелестірілген екен. Бір күні сол маған естіп, соны істеп жатырған балаларымыз келіп, апа, қар үйінің қапталында өрмек тоқып отырған апа болып сізді суретке түсірсек қалай болады деген ақылары. Бұрынғыдан да бетер қуанып, тарихта менің атым қалатын болды деп, осы киноға түсіргеннен басылап, сол уақытта жүргенмен, һәм соған түсіп, сол киноны көріп отырып, мен мен ертең бұл дүниядан өтіп кеткен менің ізім атым тарихта қалады екен деп, онdan бетер маған қуаныш бағышлады. Бибісара апа, сіз тек қана өзіңіз өнермен болып қалмастан, шаңарақ ағзаларын да сіз осы өнерге тәрбиелап келгенсіз. Сонымен бірге атрапыңыздағы инсанларды, қоңсы қобаларды да осы өнерге үйреткенсіз. Міне бүгінгі көрсетуімізде сіздің шәкіртлеріңіз қатынасып отырды. Әлбетте олардың да айтар сөзлері болса, бірге тыңласақ. Енді менің қызығушылығым, мен өзім сол ауылда туылғанмын, Қаражүк районының Қаражүк совхозында. Менің кемпір апам бар еді, ол да сол теректің саясында сондай құрларды құрып тоқып отыратын еді. Бірақ мен өзім бұған ітібар бермей тұғын едім.
Демек, сізді жұмсамағанда, жаңа Бибісар апа айтып жатырды, мені кемпір апам көп жұмсайтын еді, анан алып ке, мына жерін ұслап тұр деп. Демек, сізді жұмсамаған кемпір апаңыз, солай ма? Дұрыс, жұмсамаған. Соларды көріп генлерім есіме түсіп, ұстазыма мен сондай көріп едім, көрейін соны іслеп, үйреніп кететін шығарман дедім, келдім, үйрендім. Қазір сол өз алдыма істеп жатырман, үйде істеп жатырман қазір. Қари өнерлерінің көп сырларын үйретті. Ұстазым менен мақтан аламан. Ұстазыма көп рахметлер айтаман. Міне өнер жолына мені итермелеп үйреткенлер үшін. Кемпір апам үйде өзі құр тоқып басылаған уақытында оның кішкентай уақытында оны жұмсағанындай мені де жұмсайтын еді, тартысып тұр, ұслап тұр мына жерін деп. Сөйтіп жүріп араласып жүретін едім. Кейін ала қызығушылық пайда болды менде де. Бір күні кемпір апам сол қызығушылығымды сезіп, мені құр тоқуға отырғызды. Құр тоқығанда баста үйренуіміз үшін біздер кемпір апам өзі сөйтіп үйретеді, нағызсыз құр қақпаны үйретіп алады, қолдарымызды үйрету үшін кейіннен нағызменен тоқып үйретеді. Сол нағызсызды тоқып басылағаннан тоқуға деген қызығушылықты, шаққаншылықпен үйреніп отырғанымды көріп, ол нағызсыз құрларым жақсы шыққанынан нағызлыға отырғызып, екеуміз бірге тоқып басыладық. Ол үлкен құрларды тоқитын еді, мен кішігірімдерін тоқып жүретін едім қасында. Құрды тоқып үйреніп басылап отырған уақытларымда қатешіліктерім көп болды, аз емес, жүдә көп болды. Бақыр сүйіскен уақытларым да болды, бірақ ол бақыр сүйіскенлеріміздің барлығы сол мені дұрыслап тоқып үйренсін, жақсылап үйреніп алсын деген мақсатта екенін білеміз. Соның ішінде ол қапа болмадым. Сол бақырғанлардың ақыбетінде қазір жүдә жақсы тоқи аламан өзім. Бұл өнерінде енемнің көп жәрдемші қолдар керек болады. Ең әуелі құрларды таярлап алу керек болады. Жіплерді, келеплерден домалақлап аламыз әуелі. Сол жұмысларында біздерге де жәрдемлесің деп, үй жұмысларынан бос уақытымызда жәрдемлесіп, енеме жіплерді домалақласып, құр жұғырсып, көмеклесіп, қасында бірге жүріп, сол арқалы менде әстен кіріп үйреніп басылағанман. Жаңағы айтқандай, менді ең әуелі қақпа құрудан, нағызсыз алаша тоқудан басылап үйренгенмен, және де қожалық жұмысларында да жәрдем береді, көп білмеген жерлерімді үйретеді, маған һәм ене һәм ұстаз болып есептелінеді. Сондай енем барлығын мақтаныш етемін. Бибісар апа, сізді халқымыз тек қана өнерімен сыпатында емес, сонымен бірге ардақлы аналарымыздың бірі сыпатында да хөрмет етеді. Оны сіз жаңа сәубетіміз барысында да айтып өттіңіз. Енді хаял адам сабырлы болу керек дейді. Яғни сонда ғана көп нәрселерге ерседі дейді. Оның сабырлылығы не нәрселерде көрінеді? Енді әрбір шаңарақтың ұйтқысы хаял адам деп айта аламыз. Перзентлеріміздің дүнияға келуі, олардың тәртіпті болуы, олардың бір кәсіпті иелеуі, бұлардың бәрі көбінесе анаға байланысты болады. Бұл сол нәрселерге жетісу үшін хаялларымыз бір сабырлы, шыдамлы, төзімлі болу керек деп ойлаймын. Сонда ғана олар өздері бақытқа ер салады. Соның үшін мен әрбір хаял қыздың бір шыдамлы, һәм сабырлы, төзімлі болуын қалаймын. Шаңарақта келіспеушілік болып қалуы мүмкін. Міне әзір біздер үлкейіп қалдық. Келін келеді сырттан, басқа шаңарақтан, балаларымыз үйленеді, басқа шаңараққа келін болып барады. Бұлардың бәріне сол ана, сол шаңарақтағы ана тәртіп беріп, өзінің қызын, ұлын жақсы тәрбиеланған шаңарақлардың балалары, перзентлері еш уақыт қожалығын бұзбайды. Сіз өзіңіздің өмір тәжірибеңізден келіп шығып, қай уақытлары сіз сабырлықпенен дос болдым, мінеке осы мына нәрселерге ерсуімде менің өзімнің сабырлылығым көп маған жәрдем берді деп айта аласыз? Өмірлік жолдасын өтіп кеткеннен кейін сол 8 перзентпенен қалып,
һәм әке һәм шеше болуда біраз қиналдым. Бұларды қалай етіп тәрбиеласам екен, бір әке һәм шеше болу аңсат емес. Бірақ мен сол нәрселерге жетісуге талпынып, оларға қадалынан жегізейін, бұларға бір өзім қолға алып, өзімді өзім соған итермелеп, міне соның ақыбеті қазір жүдә бір бақытлы шаңырақлардың бірімен деп есаплаймын, өзімді бақытлы анаман деп есаплаймын. Бұның үшін өнерменшілігім, осы шеберлігім, сабырлы шыдамлылығым мені соған алып келді. Кеуіліңізге түйген, лекін сіздің қадемлеріңіз жетпеген жоллар бар ма? Кеуіліме түйген нәрселерімнің көбісіне жетістім деп ойлаймын. Бірақ енді алдыма және мақсат етіп қойып жатырмын. Осы жасым біразға барса да, бос отырған аял қызды көрсем, онша тұра алмай қаламын. Маған кел, осы жерге келі ғой мен бетке, менен өнер үйрен, менде әртүрлі өнерлер бар. Үйренесең, телефон ұстап, телефонға қарап отыра бергенше, өнер үйренсең, міне мендей боласаң. Біріншіден дарамат табасаңыз, екіншіден бір абырой артады, абыройыңыз артады деп итермелеп, бұлар жинағым келе береді мен. Бос отырған аял қыз көрсем, сонымен енді келешектегі менің еледе істеп отырған жұмысымды кеңейтіп, еледе Қарақалпақ миллилігін, біздің қарүйемізді, сол қарүйеміздің шырайын шығарып тұратығын баушыларымызды, әнжамларымызды тоқып, бұны дүния жүзіне жаяман деген бір алдыма қойған мақсатым бар. Әттегі осы мақсатқа ерсіп аматырман, қазір шетелі мейманлар келеді біздерге, үй бұйымларын істеп қойып, біз кішкене біздер сугейнер қылып. Осыларды сатып алып, олар да бір рахмет айтып кетіп жатыр. Қазір мен өзім өткен жылы Американың компаниясымен шартнама түзіп, оларға зат даярлап жіберіп тұрдым. Биыл міне Италияға жіберейін деп тұрпан. Қазір сол жақында ойлаймын, және де шәкіртлерімнің санын көбейтіп, олар да мендей ұстаз болуға әрекет етсе, мені мақтаныш етіп, Үйсара ападан үйренген десе, халық хүрметінде, ардағында болған ана болсам, маған бұнан артық енді не керек. Құда қаласа бәріне жетсеміз деп ойлаймын. Қарүйдің баушылары дәскелерінен басқа біздің Қарақалпақ милли киімлері бар. Сол милли киімлеріне жағалар, жеңсіздер тіге тұғынды, әзір ақылықларым, қызларым басылып тігіп атырыпты. Енді келешекте және онан көбейтіп кеңейтеміз, және жақыннан бері менде енді онан іслеп басылып атырмыз, біздер қолда кілем тоқу. Станокларды әкеп қойыппан, Қарақалпақ нақысларын салған кілемлер, үлкен кілемшелер тоқып, бұны да дүние жүзіне елге халыққа шығара жақпыз. Шүкіршілік сезімлері болу керек инсанда деп айтамыз. Шүкіршілік сезімлері қаншелі зарур инсан үшін? Инсан үшін шүкірлік сезімі бірінші орында тұру керек. Адам әрбір нәрсеге қанағат етіп жасау керек. Нәпсті тыйып білу керек. Міне мен болдым, міне мен жеттім, енді мені ардақлады, халық сондай дәрежеге мені әлпешледі, апа деді, сыйлады деген, еле ол жеткіліксіз. Сабырлығым менен, өзім шыдамлығым менен еледе бір өзімді халыққа көрсетіп, дүние жүзіне танытып, Қарақалпақ халқының милли нақысларын дүние жүзіне танытуға еледе өз күшімді сарпылаймын деген үміттемін. Бүгінгі күні ізіңізде не нәрселер қалуын қалайсыз? Ізімде ең бірінші менің сол өнерлерімнің қалуын қалаймын. Мысалы, сол өнерімнің арқасында мені халық танып атырыпты. Өнерімді бір халық сыйлап атырыпты. Апамның тоқығанлары өз алдына деген әрбір сөздің өзі менің мақтаныш еттіреді, алға итермелейді. Еледе осы жолдан артқа қайтармай, менің еледе күш жігерімді халық үшін жұмсатуға жәрдемдессін. Мен соған мақтанышым, шүкіршілігім көп. Менің минетлерімнің жемісі барлық республикаларда көргізбе болады. Фестивалдар болады. Мен соның ешбірінен қалған емеспен. Бәріне мұрат етіліп, әме республикаларға барып жүргенмен. Мен Қарақалпақ халқының миллилігін бойынша таңлауда телевизормен сыйлықланғанмын. Онан кейін өткен жылды Этибар 2024 сыйлығына
мияссары болып, жылдың өнерімен белсенді аял атағын алғанмын. Өткен жылы Конституцияның 30 жылығы көкірек нышанын алған болсам, жақында 8 март байрамының қарсаңында менің минетлерімді есапқа алып, достық орденін тағуға мияссар болдым. Мен бұны айтып жеткізе алмаймын. Осы уақыттағы менің сезімлерім, осы уақыттағы қуанышым басқаша толқынланады екен адам. Сол және де сол орден арқалы, сол орден тап берлі елде істегім келіп, мені жұмысларға итермелеп, Сізді рухландырып атыр мені демек. рухландырып, күш-жігер бағышлады маған. Бір шаршау дегенді білместей, не істесем екен, және не істесем екен деп жүгіріп жүріп. Әмме уақыт минет етсең, еш уақыт минет жерде қалмайды. Қымбатлы уақытыңызды бөліп, неке бүгінгі көрсетуімізде мазмұнлы сәубетлес болғаныңыз үшін һәм көрсетуіміз қатынасушыларына да, шәкіртлеріңізге де миннеттаршылық білдіреміз. Алдағы уақытларды да неке осы милли өнерменшілігімізді рауажландыруда қолларыңыз талмасын дейміз. Қалбі назық, кеулі көззал хайыл қызларымыздың, ардақлы аналарымыздың бірі Бибсара Құнназарованың өмір жолында әр бір басқан қадемлері бүгінгідей көпшілікке үлгі боларлық тұрмысына текар салды. Басқан ізлері өрнек болғандай ұсындай аналарымыздың тұрмыс таресінде басым келген ақыллығынан, жоғары пазилетлерінен үлгі алайық азизлер. Аман болың.